Қазақ дастархан басында өсек айтпаған. Қазақ ата бабамыз дастархан басында өсиет айтқан. Неге қазақта айтады 13 жаста отау иесі, 13 жаста атқа мініп жауға шапқан еді. Ол кезде бір білім болған жоқ, бір Гарвардтар болған жоқ, кітаптар болған жоқ. Не? Біздің дастархандағы өсиеттің арқасында олар батырлық қалыптасты. Өсиеттің арқасында оларда бір болмыс қалыптасты. Сондықтан біз өкінішке орай жаңа айттым ғой, құндылықтардың орнын ауыстырып алдық. Біз дүние мен рухтың орнын ауыстырып алдық. Біз дастарханда ішкен жегенімізді айтамыз, өкінішке орай. Дастарханда барған жерімізді айтамыз. Дастарханда жасаған бизнесімізді айтамыз. Дастарханда баламызға сәл де болса көңіл бөлмей қалған ұстаз болатын болса, ұстаздың жаман жағын айтамыз. О балдар періште ғой. О балдар сіздің әке мен шешенің арасында не болып жатқан әңгіменің бәрін жұтып, санасына ойып, өмір осында екен ғой деп ойлайды. Сондықтан мен ата-аналарға да қоғамдағы кім болса ол болсын, дастарханда бірінші құндылық бұл өсиет айту керек. Ішіп жегенге мәз болатын азамат емес, істегенімізге мәз болатын азамат болуымыз керек. Қайырлы істер істегенге мәз болатын азамат. Ішіп жегенді бәрі істейді. Бірақ қайырлы істеп, артынан із қалдыратын азаматтар болатын болса, оны көріп өскен ұрпақ, мен ойлаймын, жаман болмайды деп. Сенмен болашақ идеясы қоғамға сіңсе, біз қазақ елі көп жерлерде айтатын орнымыз да, сөзіміз де, отырысымыз да, болмысымыз да болады деген менде арман.